Қайырлы күн. Бұл сабақта сіздерге Sakura порталы арқылы балаларды қалай бірінші сыныпқа тіркейміз, сол туралы түсіндіретін боламын. Ең алдымен кез келген браузерге Sakura 24 деп жазасыздар. Содан кейін міне sakura24.kz деген сайт ашылады. Осы сайтқа кіреміз. Ең жоғарғы бөлігінде ең алдымен бізге өзіміздің тұрғылықты мекен жайымыз бойынша қаланы таңдау керек. Міне осы жерден сайттың тілін өзгертуіңізге болады, қазақша немесе орысша. Осы жерден қаланы таңдаймыз. Бірінші облыс, Қостанай облысы, одан кейін родной қаласы деп таңдаймыз. Енді өздеріңіз әр адам өзіне қажетті облысты, сол қаланы таңдайтын болады. Одан кейін міне қызметіңізге цифрлық технологиялар делінген, қабылдау туралы өтінішті қалай беруге болады, немесе тізімнен мектепті таңдау. Ең астыңғы бөлігіне қарай түсетін болсаңыздар, міне мектепке қабылдау, әлеуметтік көмектер, сонымен қатар жаңағыдай үйден оқыту, кезекші сыныптарға жазу, немесе балаларды үйден мектепке дейінгі тасымалдау, подвоз, осылардың барлығына осы Sakura порталы арқылы тапсырыс беріледі. Сондықтан ең бірінші біз енді бірінші сыныпқа тіркейтіндіктен қабылдау туралы өтінішті қалай беруге болады, яғни мектепке қабылдау туралы, Міне осыны басамыз, одан кейін бізге бірінші сыныпқа қабылдау туралы өтініш беру. Мына жерге міндетті түрде 1, 2, 3, 4, төртеуіне де галочка қойып шығасыздар. Егер сіздерде осы жерінде галочка қойылмай қалса, сіздердің заявкаларыңыз дұрыс кетпейді. Сондықтан міндетті түрде осы жерге 1, 2, 3, 4, яғни келісім бересіз. Осы жердегі барлық деректерге өзіңіз келісім бересіз. Сол туралы галочка қойып, қабылдау туралы өтініш беру батырмасын басасыздар. Одан кейін өздеріңіздің, яғни ата-ананың ЭЦП кілті, мамасының немесе папасының деген секілді ЭЦК кілтін таңдайсыздар. Бірінші ауыз бөлігі арқылы және де ЭЦП-ның паролін жазамыз. ЭЦК кілттің паролін жазғаннан кейін тексеріледі және де мына жерге галочка шығу керек, осыған мұқият қараңыздар. Егер ЭЦП-ның уақыты өтіп кеткен болса, немесе паролі дұрыс болмаса, сіздерде мына жерде галочка шықпайды және де әрекеттер ары қарай орындалмайды. ЭЦК-ның ашық кілті дұрыс таңдалды деп тұр, дәл осылай шығу керек. Және де астыңғы бөлігіне түсіп, мен ақпаратпен танысқанымды растаймын деген жерге тағы да галочка қойылды, ұмытпаңыздар. Галочка қойғаннан кейін жалғастыру батырмасын басамыз, және де мына жерге ата-анасының номерін жазамыз. Телефон номерін жазғаннан кейін растау кодын жіберу дегенді басамыз. Ал растау коды ол кісіге мобильдік телефонына келмейді, ed24.kz деген қосымшаға келеді. Яғни ол кісі немесе өзіңіз болсаңыз да өзіңіздің телефоныңызға жалған, яғни бұл адамның телефон номеріне тікелей жалғанған байланысты болады. Сондықтан осы Play Market-тан немесе App Store-дан, егер iPhone болса, ed24.kz деп жазып, осыны жүктеп алу керек болады. Яғни жүктеп алғаннан кейін войти деп ішіне кіреді. Кірген кезінде сол қосымшаның ішіне SMS код, растау коды келіп тұрады. Соны сізге айту керек. Міне осылай ата-ананың номерін жазып, және де ол жаққа SMS код келгеннен кейін, жаңағы ed24 қосымшасынан SMS кодты айтқаннан кейін, сізде ары қарай жалғастыру батырмасы шығады. Сол жалғастыруды басасыздар. Және де базада автоматты түрде ата-ананың иіні, мен міне әдейі жасырып қойдым, міне астында иіні және аты жөні осы жерде автоматты түрде шығады. Тұрғылықты мекен жайы, адресі, пропискасы бойынша барлығы өзі базадан шығып тұрады. Енді сіздер мына жерге міне баланың ЖСН деген жерге баланың иін номерін жазып шығасыздар. Және де ЖСН тексеру деген кезде баланың аты жөні автоматты түрде шығатын болады. Міне дәл осылай баланың иінін енгізгеннен кейін баланың аты жөні автоматты түрде шығады. Және де астыңғы бөлігіне қарай түсеміз. Мына жерде фотосурет деген жерге фото жүктеу батырмасын басып, баланың суретін жүктейтін боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін барлық қажетті ақпараттарды жүктейтін документтердің барлығын бір файлға, бір папкаға бөлек дайындап қойсаңыздар болады. Міне мен солай дайындап қойғанмын.
және де бірінші баланың фотосуретін жүктедік. Одан кейін астыңғы бөлігіне қарай түсетін болсақ, медициналық құжаттар деп тұрады, иә. Осы жерге бала паспортының ішінен, міне, баланың профилактикалық егу картасындағы 065 уны саны, иә. Соны жүктейтін боламыз. Яғни, бала паспортының ішінде иммунопрофилактикалық, яғни ай сайынғы алған прививкалар, иә, міндетті прививкаларының тізімін, соны суретке түсіріп, соны саластырып, сканер болса, сканерлеп салуларыңызға болады. Және де екінші бөлігіне баланың денсаулық жағдайы туралы анықтаманың скан көшірмесі 052-де 2 у нысаны, иә. Фото жүктеу деген жерге басып, бұл дегеніміз бізде баланың мектепке бармастан алдын медосмотр өтеді, иә. Сол жерде қарап отырсаңыздар, 5-7 жас деп барлық баланың қазіргі денсаулық жағдайы туралы барлық ақпаратты жазып береді. Сол бетті анық қылып суретке түсіресіздер, 5-7 жас деген жерін осы жерге жүктейсіздер. Сканерлеп жүктесеңіздер де болады. Енді үшінші құжат бізде жүктелетін, ол ПМПК-ның қорытындысы деп тұрады. ПМПК-ның қорытындысы негізі бөлек беріледі. Барлық медосмотрды өтіп болғаннан кейін сіздерге справка ретінде беріледі. Форма 027 деп береді, иә. Справка о состоянии здоровья деп береді. Осы сол справканы суретке түсіріп аласыздар, және де осылай фото жүктеу батырмасын басып 027 неме бөлек дайындап қойдым. Осыны алып жүктейтін боласыздар. Ендігі кезекте барлық құжаттарды жүктеп болғаннан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Міне, бізге осылай шығып тұр. Ары қарай жалғастыруды басамыз. Міне, енді осы жерден тұрғылықты мекен жайы бойынша адресін жазу керек, е. Квартира міндетті емес, тек домын жазсаңыздар, көшесі мен домды жазу керек міндетті түрде. Одан кейін оқыту тілін, яғни қазақ мектепке барады ма, әлде орыс мектепке, соны таңдайсыздар. Қазақ мектебі деп жаздым, міне, яғни осы ауданға қарайтын мектептердің тізімі бірден шығады. Немесе егер мектептің атауы шықпаса, мына жерге поискқа жазып, мектепті іздеу деп тауып алуларыңызға болады. Маған, менің жағдайымда қазір номер 4-ші мектеп лицейі деген, яғни менде уже бірден шығып тұр бірінші. Осыны таңдаймын да, ары қарай төменге қарай түсіп, жалғастыру батырмасын басамын. Енді сізден сұрап тұр, хабарламаларды алуға келісім, яғни сізге жаңағы Эд24 қосымшасына хабарлама келеді сіздің балаңыз тіркелген кезде. Яғни сіз қазір өтінішті жібересіз, мектептің хатшысы оны қабылдап, базаға өздеріне енгізген кезде сізге хабарлама келеді. Яғни сіздің балаңыз осы мектепке тіркелді деген. Хабарлау деп аламыз, яғни нақтылығына көз жеткізу үшін, иә. Хабарламаның тілі қазақ тілі деп таңдаймыз және жалғастыру батырмасын басамыз. Дәл осылай сіздердің өтініштеріңіз өзі автоматты түрде дайын болады, тек сіздер ЭЦК кілті арқылы қол қоясыздар. ЭЦК-ны таңдау, енді бұл жерде біз қол қою үшін міндетті түрде ЭЦП кілттің екінші бөлігін таңдаймыз, RCA бөлімін. Және де парольді жазамыз. Қол қою батырмасын басамыз. Міне, қол қою жүріп жатыр, өтінеміз, күте тұрыңыз дейді. Енді бұл бірнеше минут уақыт алуы мүмкін. Өтінішті беру дейміз. Міне, дәл осылай сіздің өтінішіңіз тіркеуге жіберілді. Яғни өтініштің номері 383, бір жұмыс күні ішінде өңделеді деп тұрады, иә. Міне, дәл осылай сіздерде шықса, демек сіздің балаңыз немесе сіздің тіркеп жатқан адамыңыз сәтті тіркелді деген сөз.